Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осы видеода біз қазақ тілінде одағайлар туралы әңгіме айтамыз. Ал кеттік. Бірінші одағай, мен айтайын дегенім, ол мәссаған деген одағай. Мәссаған деген одағай қазақтар таңдануды білдіру үшін көбінесе пайдаланады. Және де оңтүстікте осындай одағай бар. Уәлә деген уәлә, ол тек қана оңтүстікте көбінесе пайдаланады. Өте қызық, таңғалуды білдіру үшін тағы да оны көбінесе пайдаланады. Келесі одағай ол масқара деген одағай. Масқара ол да эмоцияларды білдіру үшін, таңғалуды білдіру үшін қолданады, бірақ жақсы жағынан емес, көбінесе жаман жағынан. Орыс тілінде көбінесе оның орнына ужас деп айтады. Ужас, масқара деген мен үшін тең. Мен дұрыс түсінем ба? Маған комментарийға жазыңыздар және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі одағай мен тек қана қазақтарда естігенмін. Ол деген не білдіреді? Ол айыптауды білдіреді, немесе қандай керемет білдіреді. Сен қандай әңгіме болып жатыр, қандай сұхбат болып жатыр, оған байланысты. Өйткені, мысалы, жақсы әдемі қыз көшеде жүріп жатса, жігіттер не деген қыз айту келетін болса, олар көбінесе осы одағайды пайдаланады. Оның екінші түрі ол айыптауды білдіру үшін. Мысалы, сен досыма бір жаман оқиғаны түсіндіресің, қалай саған жаман болды. Ол саған сезімді білдіру үшін, не болды досым, осыны білдіру үшін саған осындай одағайды айту мүмкін. Келесі керемет одағай, ол да тек қазақтарда бар, тек қазақ тілінде. Ол деген көбінесе сүйікті адамдарға айтады және оны көрсетеді. Мысалы, мен баламды ескеймін және менің балам, жаным сол деп айтам. Осы одағаймен мен не айтқым келеді? Мен сені жақсы көреміз айтқыңыз келсе, деп айтыңыз. Келесі одағай ол аха деген. Аха өте қызық. Неге? Өйткені мен бір адамды сұрасам, сен бұны істейсің ба? Ол маған аха десе, мен оған сенбеймін. Неге? Өйткені аха деген ол иә да емес, жоқ та емес. Ол мүмкін мен бұны істеймін, мүмкін істемеймін. Сондықтан сізге бір адам аха десе, сіз міндетті түрде оған екінші сұрақ қойыңыз. Сен бұны точно істейсің ба? Ол саған я істеймін десе, тек қана осы жағдайда оған сеніңіз. Ал қазір менде сіздерге бір өтінішім бар. Маған лайк басып қойыңыз және жаным сол деп айтыңыз. Келесі одағай туф деген. Туф, не деген адамсың? Туф, оны наразы адам осылай көбінесе істейді. Сен бір жаман эмоцияны және жаман көңіл күйді білдіру үшін сен бір адамға немесе оқиғаға туф деп айтасың. Келесі жақсы көңіл күйді білдіру үшін келесі одағайлар ол бәрі келді, немесе алақай. Алақай, қандай керемет ән. Бәрі келді, жігіт екенсің деген сөйлемдер бар және сіздер түсінетін шығарсыздар қандай эмоциялар олар білдіреді. Келесі одағай, мен сіздерге осылай айтайын, мен жатақханада тұрған кезде қыздар достармен немесе жігітпен телефонмен сөйлеседі, и сол адамға көбінесе айтатын нәрселер бітеді, не айтуға білмейсің, не айтасың? Солай де, солай, сен де қалай? Солай. Көбінесе жатақханада осындай сұхбаттар естуге болады. Сіздер осы одағайды қолданасыздар ма? Комментарийға жазыңыздар. Тағы да қандай одағайлар бар? Сіздер маған көмектесіңіздер және бұның видеоның астында жазыңыздар, қандай білесіздер. Мысалы, тәйт, әттеген ай, құдай ай, пәле, пай-пай.
ойбай, тағы да не білеміз? Маған көмектесіңіздер, и бұл видеоның астында көрейік. Оңтүстікте, солтүстікте, батыста, немесе шығыста қандай одағайларды көбінесе адамдар пайдаланады. Және маған астында комментарийға жазыңыздар, мен бұл одағайларды дұрыс түсінем ба, дұрыс түсінбеймін ба. Сіздерге көргеніңіздерге рахмет, сау болыңыздар.